Тағы да мынау бір шайдың әңгімесінен сіздерге айтып қояйын деп. Шайды тоқтай қандырып, көзді оттай жандырып, қалаға қарай шыққалы жатыр ем. Әрі досым, әрі кластасым, әрі нағашым бір кісі хабарласып, кластасым деппін ғой, қатарымда құрдасым, кластасым емес енді. Сол бір жерге апарып кеш деп қалаға шығып бара жатырмыз. Сіздерге шайдың әңгімесінен бір әңгіме айтып қояйын. Нағашы дегеннен кейін нағашы туралы болады ғой, тема байқап тұрсыздар ғой. Сразу байқайтын болдыңыздар ғой кейінгі кезде теманы. Сол нағашыдан шығады бір жігіт үйленіпті. Бүгін өзі келін, үйленген жігіттер туралы болайын тұр ғой, тема байқап тұрмыз. Өзі су қайда қарай сай болса, су сонда қарай ағады деп, қай тема көтерілсе, сол тема ары қарай жалғасады екен ғой. Содан жаңағы жігіт үйленіп, азанда жаңағы келін қысап ұйқыдан тұра алмай жатыр дейді. Әкесі жаңағы бірінші күн күткен мейлі бала, екінші күн тағы ұйықтап жатыр дейді, үшінші күн тағы ұйықтап жатыр дейді. Құдай-ау, бір ай ұйықтаған ғой жаңағы бала. Бір ай. Қайсыңыз ұйықтадыңыздар бір ай? Айтыңыздаршы. Бәріңіз де үйлі боранды болып, сол басыңыздан өткіздіңіздер ғой осындай жағдайды. Бір ай қайсың тұрмай, бөлмеден шықпай қайсың жаттың. Содан бір күн шыққан ғой бір айдан кейін бала. Әкесі қасына шақырып апты. Балада рең жоқ дейді. Бір ай дұрыстап тамақ ішпеген, су-пу жөндеп ішпеген, баланың қас-қабағы түсіп кеткен, реңі өзгеріп кеткен баланың. Содан әкесі шақырып апты. Түрің қамапты ғой, айналайын, не болған саған? Не? Өмірде ата-бабаңнан бері жалғыз үйленген сен сияқтысың ғой. Не болды? Бәрі нормально, әке. Нормально, ешнәрсе жоқ қой. Сен орнып қапсың бала. Орнып қапсың, болысындай орнып қалатындар болады деуші еді, орнып қапсың сен. Сені нағашыларыңа жіберіп кішкене демалдырып алайын. Анау нағашыңның келінге айт, нағашымның қорасы бір шеті қисайып құлаған екен. Соны көріп, нағашы апам жылаған екен. Мені келіп кетіп кішкене көмектесінші деп сұраған екен. Мен барып қайтпасам болмайды, өзім қолыммен істемесем көңілім толмайды деп келінге айтты, нағашының ауылына тай депті. Барып бір ай, екі ай демалып қайтпақ. Болмағанда бір ай демалып қайтты. Сонан бала мақыл деп әкесі өмір көрген ғой, әкем осындай жағдай өзінің де басынан өткен шығар деп ойлаған ғой. Енді ана бала сөйтіп нағашысының ауылына келінге түсіндіріп айтып кетіп қапты. Содан жаңағы шалдың бір 5-6 ешкісі бар екен, ішінде бір текесі бар екен. Ана теке шал киіз үйді құрып қойып, керегенің шетін көтеріп ашып қойып, сөйтіп шайды қандырып, шал демалайын деп жатса, ана теке тура киіз үйдің көлеңкесіне келіп, бақ деп жаңағы ойнаған істеп жүр дейді жаңағы. Ұйқы бермеген ғой шалға. Ей, келін, ана теке шығып кетті, қамап қойшы депті. Келін бақ шу еткізіп текені апарып қамап кетті. Теке шөптің үстіне шығып, шөптен қораның шетіне шығып, секіріп, қайтып кетті. Бақ. Ана шал тағы келеді. Келін, қандай келінсің өзің, бір текеге шаман келмейтін. Ана апарып ана текені қамап қойшы, ана ұйқы бермеді ғой деп. Келін тағы қамап қойыпты. Бір кезде ана теке тағы келді. Сөйтіп 4-5 рет келген ғой ана теке. Ана жерде салқын әдемі жер көлеңкесінде. Шал ашуланып келінді айтып тастап. Келін өзі 4 түлік мал көрген жерден шыққан қызсың өзі. Бір текені қамайамадың ғой, айналайын. Бір 10-15 минут құс ұйқы бір көз шылымын алайын деп шал айтып тастап. Сөйтсе келінді енді тілі шығады ғой, айта берсең, естеріңізде болсын, кез келген адамға айта бермеңіздер. Бір айттың ба, істеді, істемесе болды, ары қарай айтпаңыздар ғой. Келіннің де тілі шыққан ғой. Ата деген ғой. Тыныштық бермесе бұны да жіберейік та, нағашысы бар шығар бұл текенің де. Нағашыларына жіберейік бұл текенің деген ғой келін. Ана шал жерге қарап, көзі кірпіктер дір етіп, мазасы болмай төмен қарап, еріндер дір, ой, мен не айтып кеттім айналайын.
шал ойдарды мазасы болмай ұялып қалған ғой келіннен. Ойбай ана баланы нағашыма жібер, нағашысына жіберген сырын біліп қойыпты ғой бұл келін деп. Сондықтан нағашыларымыз аман болсын. Нағашыларымыз аман болсын. Қысылғанда қол берген айналайын нағашы, ұмтылғанда жол берген айналайын нағашы, бара қалсам қыдырып сыбағамды мол берген айналайын нағашы. Бұл өмірде жетер ме тіршіліктің бір өзіңе бағасы демекші. Нағашыларымыз аман болсын, біз де аман болайық.